ағайындар үлкен ағасының баласы боламын. Енді тәтеміз енді өзіміздің шешеміздей болып өскен, өмірі ешқандай не болған жоқ, бәрі жақсы. Бала шағасының енді қызығын берсін, жатқан жер жайлы болсын. Осыдан былай енді барлықтарыңызда ешқандай жамандық болмай, енді бәрі жерлелеп, өздеріне той болсын. Жатқан жер жайлы болсын. Сол үйден шықпайтұғымыз тәтеміз ақ көңіл, ақ жарқын, қонақшыл болатұғын, ешқандай қабағын ешқашан жыртып көрмеген кісі. Енді балаларын жеткізді, ағамыз кеткеннен бері балалары береке бірлік болсын. Ал жамағат алыстан келгендеріңізге жақсы жол тілейміз, аман есен үйлеріңізге жетіңіздер. Сіздер де үйлеріңізде той болсын. Енді жұмсап бірге келіп, қайырымызға ортақтасып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Мен сіздердің Күлай апайларыңыздың ең кенже қызы Дарияш боламын. Ең үлкен ағамыз Ербол, Ерік, Нұрбол, Бақытжан, Жанат, барлығы осы жерде. Сіздерге барлығы қуаныштымыз. Әрқашанда өстіп, аман есен, денсаулықтарыңыз мықты болып, осындай жақсы тойларда кездесіп, аман есен жүре берейік. Өзіміздің Айшөк әкемізді негізі Қайролда атадан Мауқаятта асырап алған дейді. Сондықтан осы жерде туған Қайролда атамыздың туған туыстары, Тұқа, Елмира, Гүлмира, барлығы, Нәскен, барлығы келіп қуантып жатыр. Бәрлеріңіз денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бәрлеріңізге қуаныштымыз. Ерболдың кластастары, Еріктің кластары, Жанаттың кластары, өзімнің құрбыларым, жолдастарым, кластарым, бәріне рахмет көп. Бәрлеріңізде ұзақ өмір сүріңіздер. Тәтем сияқты көңілді, бірақ өте жақсы апа болыңыздар. Рахмет бәрлеріңізге. Туыстарымызға бүгін апамыздың 40 күні келіп қалды. Сіздерге көптен көп рахмет. Тек осындай әр адамның қазір уақытта алтын уақыттарыңызды қиып келіп отырғандарыңызға риза болдық. Мен бағана келгенде ойладым, мына столымыз кісілер келмей қалып, толмай қалса қайтеміз деп жүрегім ауырып. Сіздерге көп рахмет. Сыймай отыр, сыймаған кісілер кешіріңіздер. 250 адам ғана сияқты соған жасадық, соған ыңғайлап. Енді апамыздың жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқалы болсын, риза болып жатқан шығар Бірауынов апамыз. Біздің әжеміздей сіздерге әже бұйырсын, әже жоқтарға өте жақсы апа болған. Әлгіге дейін жылап еңбек жүрміз, апамыздың орнын бөліп. Барлықтарыңыз енді өлім болмасын, жамандық болмасын, мен жаңа жылымыз кеп, осы жылымыз жақсылыққа ұласып, қазағымыз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Басын дейін алғысын да білдіремін сіздерге. Барлық жақсы болсын. Рахмет көп. Қыздарға да, ұлдарым, қайынсіңіздерім, қайындарым бар, бәрілеріңізге рахмет. Достарыстан бәрі бір айтады ғой, адам туысымен осындайда көрінеді деп. Енді арғалы осы апамыздың жоқтығын көрсетпей береке бірлік болып, барлығы аман жүрсін, қалғандары түгелден сенің сау болсын деймін. Рахмет тағы.